Тарихқа таспа, тау таңба, шабытың мұнда тарқарма. Қош келдіңіз ағайын, құтты жайлау арқарға. Мінеке ағайындар, тарихи естеліксіз ел болмайды. Кешегі тарих, кешегі күн біздер үшін үлкен тарих. Қазір енді Арқар жайлауының іргесіндегі таудың арасында, тастың арасындағы ескі жазуларды, яғни таңбаларды біз іздеп табамыз. Соларды суретке бейнелей алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мінеке біз бүгін Арқар жайлауында отырмыз, яғни Ырзағали ағамыздың Айзаданың отбасында өнерге қанат қаққан, талпынып, көкке өрлеуді мақсат еткен кішкентай әнші балапанымыз қойшы бала екі, яғни Сәкен Ерғараевтың бүгін туған туысқандары, алыстан келген ағайын туысқандарымен біргелікте отырмыз отбасында. Ал енді құрметті қонақтар, қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі біздің Сәкенге бір жақсы игі тілектеріңізді, баталарыңызды айта отырсаңыздар. Осы Құлмахановтардың бір деген отбасы болсын, бір әулиесі болсын. Соған тілектеспіз. Осы жерге қызмет қылып жүрген барларына Қайраттың, жақын жоқтың бәрін енді осындай жақсы ниеттер болсын. Бүгін міне біз Қостанай облысы Рудный қаласынан елге, ауылға, бауырларымның ортасына келіп отырмын. Қуаныштымын. Ең бақытты күндерімнің бірі. Бауырлармен бас қосып, Ырзаның отбасына келіп отырмын. Ырзан бауырым, қонсың жайлы болсын. Мына Сәкен қойшы бала екі менің әкемнің өмірінің жалғасы, әкемнің атын шығар батыр, биік шыңдардан көріне берсін. Мына менің бауырымды жетектеп, бұлақ көрсең көзін аш деп көзін ашып жатқан мына балдарға көп рахмет, мың алғыс. Мына Ырзан бауырымыздың үйіне, мына Айзада келіннің үйіне міне барлық бауырларымызбен қыдырып келіп отыр екенбіз. Оның баласы мына Сәкен қойшы бала екінші нөмірлі
соның талаптары оң болып, не талап қылса, талаптары алға өрлей берсін, талабы таудай болып жүре берсін, аңсаған армандарына жетіп. Мына осы Ырзан мен Айзада да мына Сәкеннің барлық қызығына тоймай жүре берсін, аңсаған армандарына жетіп, оқуға түскен тойларында да өстіп тойлап отыра берейік. Ауызбіршіліктер. Мына барлық бауырларымызбен, Қазақстаннан келген, Өзбекстандағы бауырларымыз, бәріміз осы қойшы баланың екінші нәуі. Осы жаққа келіп, біздерді сыйлап, құрметтеп атқандарына рахмет. Мына жерде Қайрат деген баламыз бар, қызмет қылып жүр балдар, бәрі. Рахмет. Міне құрметті қонақтар, мына Ырзағали ініміздің отбасына қош келдіңіздер. Мына бірінші мына Сәкен баламыздың талабы оң болсын, қадамдарына көбітсін. Осы баламыздың көзге көрінуіне себепші болып отқан мына Қайратымызға, және мына балдарымызға алғысымыз шексіз. Әрқашан амандықта, жақсы күндерде қауышып отыра берейік. Ал мінекей бүгін Арқары жайлауына келіп отырмыз. Сәкен баламыздың үйіне. Қазақстаннан мінекей апа жезделеріміз, жеңдеріміз, ағайын туыс барлығымыз жиналып отырмыз. Келгендеріңізге рахмет. Қайрат, сізге де рахмет. Көп-көп қойшы бала 2 деп Сәкен баламыздың биіктерге көрсетіп жатқаныңа. Әрқашанда осы баламыз жүз жерге қарамасын, биіктерден көріне берсін. Ассалаумағалейкум. Бүгін міне Арқары жайлауына қонақ болып келіп қалдық. Қазақстан Республикасынан нағашыларым ортасына келдім. Ең кішкентай нағашым Сәкен, қойшы бала 2. Интернет желісі арқылы көріп отырамыз. Бізде бір қойшы бала, сіздерде бір қойшы бала. Өнері өрге жүрсін, биіктерден көріне бер. Эстрада жұлдызы бол. Арманың бәрі қабыл болсын, тілектерің биіктерден көріне бер. Нағашыларыма алғысым шексіз. Қайрат ағай, сізге көп рахмет. Осылай нағашымды көтеріп шығарып жатқаныңызға. Бақытты болсын.